Менингеалді симптомдарды анықтау. Ең әуелі қолымызды гигиеналық нүктеден өткіземіз. Іс-шараға кіріспес бұрын баланың ата-анасынан рұқсат сұраймыз. Және де қолымызды гигиеналық нүктеден өткізіп, арнайы қолғапты киеміз. Және баланың жатын орнында арнайы төсенішті төсегіп, енді симптомдарды анықтауға кірісеміз. Ең әуелі бала кушеткада арқасымен жатқызылады. Осылай арқасымен жатқызылады. Және келесі бірінші симптом бұл баланың үлкен маңдайын тексереміз. Ол үшін бір қолымызды кеудесіне қоямыз да, екінші қолымыздың екінші саусағымен оның маңдайын сипап қараймыз. Және оның пульсациясын, регеттілігін, сонымен қатар размерін анықтаймыз. Баланың негізгі 12 айлық 1 жастағы кезіндегі размері 0,6 немесе 1 см аралығында болуы керек. Ал уже 1 жастан асқаннан кейін баланың үлкен еңбегі бітіп кетуі қажет болады. Келесі симптом бұл мойын бұлшықеттер, артқы жеке бұлшықеттердің регеттілік қасиетін анықтау. Ол үшін баланың басын кеуде тұсына қарай еңкейту керек. Егер иегі кеудесіне еркін түрде жететін болса, балада жеке бұлшықеттердің регеттілігі жоқ деген сөз. Ал егер ауыр түрде жетіп, немесе басы кеудесіне жетпейтін болса, онда балада жеке бұлшықеттердің регеттілік қасиеті бар. Бұл менингеалді симптом. Келесі симптом бұл Брузинский. Оның өзі жоғарғы, ортаңғы, төменгі деп бөлінеді. Жоғарғы симптомы баланың басын кеудесіне жеткізген тұста, кеудесіне қарай еңкейткен кезде жамбас сан буындары, тізе буындарының жиырылуын байқаймыз. Бұл Брузинский жоғарғы симптомы оң деген мағынаны білдіреді. Келесі Брузинский ортаңғы симптом бұл біздің алақанның қырымен солнечное сплетение проекциясын аздап кішкене басын қыраған кезде жамбас сан және тізе буындарының бүгілуін байқаймыз. Бұл Брузинский ортаңғы симптом оң деген мағынаны білдіреді. Келесі Брузинский төменгі симптом бұл баланың жамбас сан буынын бүккен кезде рефлекторлы түрде келесі аяғының жамбас сан буындары, тізе буындары бүгіледі. Бұл Брузинский төменгі симптомы оң деген мағынаны білдіреді. Дәл осы тұстан керник симптомын анықтаймыз. Ол үшін баланың жамбас сан буынында бүгеміз дағыны, тізе буынын жазамыз. Егер тізе буына еркін түрде жазылатын болса, онда керник симптомы теріс. Ал егер тізе буыны ауырсынуымен немесе мүлдем жазылмайтын болса, керник симптомы оң деген мағынаны білдіреді. Келесі соңғы симптом бұл лиссаж симптомы. Оны орындау үшін баланы құлқығынан білмейміз дағыны. Екінші саусақты құлағының артынан ұстаймыз. Осы тұста бала аяқтары еркін түрде қозғалып, бүгіліп жазылатын болса, онда лиссаж симптомы теріс мәнге ие. Ал егер бала тізе буынында, жамбас сан буынында аяғын өзіне осылай бүгіп, фиксациялап ұзақ уақыт тұратын болса, бұл лиссаж симптомы оң деген мағынаны білдіреді. Осымен менингеалді симптомдар анықтау аяқталды.